YouTube каналымның құрметті оқырмандары, армысыздар, сіздермен бірге Адияр Албай. Қайта қауышқаныма өте қуаныштымын. Бүгін сіздерге мықты бизнесмен, мықты мотиватор, белгілі Қуаныш Шонбай ағамыздың екінші болма кітабына шолу жасағым келеді. Бұл кітапты енді біраз адамдар оқып тастағанына сенімдімін. Біраз танылып үлгерген кітаптардың бірі. Дегенмен де бұл кісі біраз адамдарға мықты бағдар беретіндіктен бұл кітапқа шолу жасамай өту дұрыс емес деп ойлаймын. Мүмкін әлі бұл кітапты оқымаған, танымаған адамдар да бар шығар. Сондықтан да бүгін осы кітаптың ең маңызды жерімен танысатын боламыз. Сондықтан да егер де қызық болса, парақшама жазылып, ойларыңызды тастап кетсеңіздер болады. Ал мен бастаймын. Сонымен, Қуаныш Шонбай деген кім, екінші болма кітабы не туралы? Осы сұрақтарға жауап берейін. Қуаныш ағамызды енді көбісі біледі деген үміттемін, сіз де білесіз деген сенімдемін. Жалпы бұл кісі кезінде өте мықты ресторатор болған, көптеген ресторандарды ашып, дұрыс бағдар беріп кеткен кісі. Одан кейін ол кісі тұлғалық даму мектептерін ашып, қазір онлайн университеті бар, сонымен қатар онлайн маркетинг сабақтарын жаңадан жүргізіп жатқан, жаңадан дамытып жатқан кісілердің бірі деп айта аламын. Жалпы бұл кісі өте білімді, өте пысық, өте кітап құмар кісі деп айта аламын. Мен өз басым бұл кісіден 2 айлық офлайн сабақ өткен болатынмын. Кәсіпкер болма, мастер бол деген сабақтарынан өткенмін. Сол сабақтардың арқасында, осы кітаптың арқасында мен 1 жылда көп жетістіктерге жеттім деп айта аламын. Өзімен мақтан тұтамын. Сол себептен бұл кітап менің ең сүйікті, орысша айтқанда настольный книгам деп айта аламын. Қазақша оқыған ең мықты кітаптардың бірі деп айта аламын. Қатты мақтасам артық көрмеңіздер, бірақ та шынымен мен бұл кісінің еңбегін бағалаймын және кітабын бағалаймын. Жалпы бұл кітап не туралы деген сұрақ туындауы мүмкін, әрине оқымаған адамдарда әлі, бұл кітапты әлі оқып үлгермеген адамдарда. Айтып өтейін, бұл кітаптың сыртында да жазылып тұр, жеңіске жетудің қазақша жолы деп. Яғни шын мәнінде қазақи тұрғыда, қазақи менталитетке жақындау нәрселерді айта отырып, осы кітаптың жалпы өмірде тұлға ретінде қалай дамуға болады, мақсатқа қалай жетуге болады, сасық көкіректен, эгодан, еріншектіктен қалай құтылуға болады. Осы сияқты көптеген пайдалы ақпараттар айтады. Жалпы әлеуметтік желінің құдіреттілігі жайлы, қалай даму керек, қалай өз ісінің мастері болу керек, осы туралы көп пайдалы мәліметтерді айтады. Бұл кітапта теориядан бұрын практика өте көп деп айта аламын, себебі ол кісі өзінің тәжірибесімен өте көп бөліседі. Қай жерде қандай қателіктер кетірді, бизнеста қандай нәрсеге көбіне мән беру керек, сол нәрселер туралы айтады. Сосын маған ең қатты ұнағаны, бизнеске бағдар бере отырып, бұл жерде міндетті түрде сізге барып бір бизнес ашу туралы айтылмағанда, яғни бұл жерде мысалға сіз өз ісіңіздің мастері болсаңыз, яғни сіз уже үлкен жетістіктерге жетесіз деген сөз. Яғни сол жұмыс арқылы сіз әрі қарай да жақсы табыс тауып, тіпті біреуге жұмыс істесеңіз де үлкен жетістікке жетуге болатыны туралы айтылғанда, яғни мен өз басым Қуаныш ағамыздың сабақтарына қатысқан кезде және осы кітапты оқыған кезде мен ешқашан өз ісімнің мастері болуды ойламаған екенмін. Яғни мен мысалы өзім телевидение саласында 8 жыл жұмыс жасасам да, мысалға ол жерде үлкен жетістікке жетпегеніме көз жеткіздім да, мен өмір бойы сол редактор болып бір жаңағы деңгейде өмір сүре берген екенмін да, күнделікті жұмыс үй деп жүре берген екенмін. Яғни мысалға сен дәрігер болсаң да, журналист болсаң да, юрист болсаң да, аспазшы болсаң да, егер сен өз ісіңде мастер болу үшін сол салада өзіңді дамытсаң, сол салаға қатысты мысалға барлық кітаптарды оқып, сол салаға қатысты мастер-класстарға барып, сосын
сол саладағы мықты мамандардан тіпті тегін мамандарға тегін жұмыс жасасаң да бір әрекет жасаған кезде ғана сен өз ісіңде үлкен жетістіктерге жетесің деген сөздер маған өте қатты ұнады. Маған өзіме ары қарай жылжуға, қадам жасауға бір әрекет тудырды десе болады. Сондықтан да мен бірден осы журналистика саласындағы кітаптарды зерттей бастадым, түрлі мықты мамандардың сабақтарына қатыса бастадым. Өзім YouTube канал аштым, Instagram'ды жаңадан дамытып келе жатыр едім. Оны бірден қолға алып, сонда үлкен жауапкершілікпен қарап, 1,5 жылда біраз жетістіктерге жеттім. Қазір өзімнің сүйікті тыңдап оқитын оқырмандарым бар, табысым бар. Оның үстіне қазір кішігірім бизнесімді аштым. Детский немен айналсам, құдай аузымнан кетіп қалды ғой, детский текстиль, вот, өзіме тіккен де ұнайды өте қатты. Сондықтан балдарға детский постельное белье, әртүрлі сондай заттар тігемін. Яғни мен осы кітап арқылы өзіме осындай бір жақсы жолдарға мүмкіндік алдым деп айта аламын. Сондықтан да өз ісіңіздің мастер болуын, жалпы тұлға ретінде дамығыңыз келсе, осы кітапты оқуға кеңес беремін. Жалпы бұл кітапта ең бір күлкілі және ең бір жақсы жақтары, өзіме ұнаған жақтары, бұл кісі жаңа қазақтың менталитеті туралы көп айтады да. Бізде бірдеңе болмай қалса, Құдай солай қалады, тағдыр солай болды деген сияқты көп сөздерді қолданамыз да. Шын мәнінде ол тек қана біздің еріншектік, ол тек қана біздің эго, ол тек қана біздің ұйқы, мысалға, яғни біз өзіміз жетістікке жету үшін өзімізге көп преградалар қояды екенбіз. Сондықтан да бұл кісінің кітабын оқи отырып, бірде күліп, бірде жылап, бірде шын мәнінде ойланып, көп нәрселер үйрендім деп айта аламын. Сонымен қатар бұл кітапта мақсатқа жету туралы өте көп нәрселер айтылған. Неге біз көбінесе өз армандарымызға, өз мақсаттарымызға жетпей жатамыз? Себебі біріншіден бізде қорқыныш болады, өзімізге сенімсіздік болады. Сосын біз барлығын үлкен нәрселерден бастағанды жақсы көреміз. Жеңіске жету үшін кішкентай қадамдармен, бірақ та нақты қадамдармен жеткен дұрыс деп түсіндіреді. Сосын кез келген майда нәрсенің өзін сапалы жасап, яғни бүгінгі жасаған нәрсеңізді сапалы жасасаңыз, ертеңгі күні, одан арғы күні барлық істеріңіз сапалы жүріп, ең соңында үлкен бір жақсы іске алып келетінін жайлы айтылады. Жалпы бұл кісі жаңағыдай адамдардың мысалға көптеген идеялар болады дейді да, бірақ та оны басқа біреуге айтсаң, олар бір түрлі қияли болып көрінеді. Ал шын мәнінде ол идея сіздерге үлкен бір мүмкіндік алып келу мүмкіндік та, яғни қияли болудан, бір түрлі болудан, басқаша болудан қорықпаңыздар деп айтылады. Мысалға бізде енді кішкентай балалар бірдеңе деп айтып жатса, бір ойын айтып жатса, немесе мектептегі балалармен бүйтіп істейін деп едік, мамамнан да идея бар, бүйтейік деп едің, қойшы, ел құсап жүре берші, бірдеңені шығармашы, ол болмайды, ол бұрыннан жасайтын еді ғой адамдар деген сияқты. Мысалы, ата-аналарымыз, біз өзімізде, мысалы, балаларымыз бірдеңе деп жатса, көбінесе солай айтып жатамыз ғой. Бұл ең үлкен қателік екенін түсіндім, себебі именно осындай ерекше біртүрлі идеялар көбінесе үлкен жетістіктерге алып келеді. Мысалға, Стив Джобсты алсаңыз да, мысалға, қарапайым алманың сүйреті арқылы қандай бренд болды, одан кейін мысалға Nike кроссовкасының да историясын білетін шығарсыздар. Ол кісі мысалға мүлде ақшасы болмай бизнес бастаған, бизнесім бар деп бір үлкен компанияға жаңағыдай өтірік алдап, артынан ол компания енді жақсылық үшін ғой, өйткені қатты сондай кроссовка жасағысы келді да. Содан кейін ол компания оған ақша бөліп, ары қарай бизнесін жүгіріп, осындай мықты жетістіктерге жетеді да. Сондықтан да бұл жерде ең алдымен мақсатқа жету үшін қорықпау керек, идеяларыңыз болса жүзеге асыру керек, кішкентай қадамдардан басу керек. Сонымен қатар
ішкі комплекстен құтылу керек деп айтады. Шын мәнінде менің өзімде де көптеген комплекстар болды. Өйткені әлеуметтік желіден мысалға сториске шығу, өз ойыңды айту, мысалы мен енді бала тәрбиесі туралы көп жаза бастадым. Бала тәрбиесі туралы блогым, соны жаза бастағанда менде көп комплекстар болды. Өзің балаңды қалай тәрбиелейсің деген сұрақтар болуы мүмкін. Ертең өзім баламды дұрыс тәрбиелемей қалсам қалай болады? Немесе әлеуметтік желіде күнде қалай жүргіземін деген әртүрлі бір комплекс түсініспеушіліктер, өзіммен өзім ішкі түсініспеушіліктер, сенімсіздік көп болды. Бірақ осы барьердің бәрін жеңіп, инстаграмды күн-түн зерттеп, оқып, қазір сол арқылы мысалы табыс тауып отырмын. Сол арқылы жеке брендімді дамытып жатырмын. Мысалға бұл кітапта жеке бренд туралы да айтылған. Өйткені бастапқыда сен өз атыңа жұмыс жасайсың, одан кейін атың саған өзі көп табыс алып келеді деген сияқты ғой. Сол себептен де бұл кітапта мақсатқа жету, қайта құлап, қайта тұруды үйрену, сасық көкіректен, еріншектіктен арылу, әлеуметтік желінің құдіреттілігін қолдану, маркетинг, осы сияқты көптеген пайдалы нәрселер айтылады. Сондықтан сіздерге оқуға кеңес беремін. Бұл кітап қазақша бизнес тұлғалық даму кітаптардың арасындағы жақсы кітаптардың бірі, өзім кеңес беремін. Сол себептен сіздерге алғыс айтамын. Осы видеоның соңына дейін қарап, жалпы кітап туралы қызыққандарыңызға үлкен рахмет. Жалпы кітап оқу әдетін айтпақшы мен де осы кітаптың арқасында үйрендім. Өйткені мен кітапты бұрындары ұзақ оқитын едім. Бұл кітапты мен өте тез оқып тастадым, себебі қатты ұнағандықтан. Оның үстіне жалпы кітапқа қызығушылық, кітаптың пайдасы туралы да сабақтарда да, жалпы кітапта да көп айтылған болатын. Сондықтан да мен кітапқа құмарлық пайда болды деп айта аламын. Бүгінде өте көп кітап оқимын, өзімді дамытудамын, өсудемін. Сіздерге де кеңес беремін. Сол себептен менің видеоларымды қалдырмай қарап отырсаңыздар, сіздерге осындай көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырамын. Ал мен сіздермен келесі көріскенше күн жақсы деймін. Сау болыңыздар.